Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайындағы қарапайым пончиктердің рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біздер ашытқысын дайындап аламыз. Ол үшін біздерге жылы суымызға ашытқымызды салып, және де біраз қасық қант салып, көтерілгенше қойып қоямыз. Енді біздер қамырына кірісеміз. Ол үшін біздерге ыдысымызда жылы сүт болу керек, және де оған қантымызды салып, жақсылап бір араластырамыз, және де тұз саламыз. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, қанша керек екендігін сол жерден қарай аласыздар. Енді жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек, және де сары майымыз бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май болуы қажет. Міне ашытқымыз көтерілді. Енді осы массамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз, жұмсақ қамыр етіп елеп аламыз. Қамырымыз өте керемет жұмсақ болып шығады, себебі бұның ішінде сары майымыз бар, және де сұйық майымыз бар. Қолға ешқандай да жармаспайды. Қамырымыз елеп алдық, өте жұмсақ болып шықты. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай көтерілді. Енді жайлап бастаймыз. Енді қолымыздың көмегімен жаямыз. Өте жұқа етіп жайып бермейміз, 1 сантиметр етіп жайсақ жеткілікті. Енді оқтауымыздың көмегімен тегістейміз. Бұл жерде де өте жұқартпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай пончиктеріміз біздердің көтерілуі тиіс, сондықтан 1 сантиметр етіп жайып алсақ болады. Сіздерге де осы пончикті пісіріп көруге кеңес беремін. 100% керемет болып шығады. Сатып алғаннан қолыңыздан пісіріп бергенге не жетсін, сондықтан сіздер де балаларыңызға осы пончикті пісіріп беріңіздер. Енді пончиктеріміздің формасын келтіреміз. Ол үшін біздерге осындай арнайы кесетін немесе бокал болса да болады. Осындай пончиктеріміздің формасын келтіріп аламыз. Енді пончиктеріміздің ортасын осылай кесіп аламыз. Тоже осылай бір кішілеу бір зат болса, осылай формасын келтіріп аласыздар. Жасап болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып, тағы да демалдырып қойыңыздар. Сол кезде қамырымыз біздердің көтерілуі керек. Бірден пісірсеңіздер, пончиктеріміз іспей қалуы мүмкін. Ортасы нығыз болып қалады. Пончиктеріміз дайын, енді демалдырып қоямыз көтерілгенше. Үстін міндетті түрде осындай мешочектермен жауып қойыңыздар. Қаясып қалуы мүмкін қамырымыз. Артық қамырларын алып тастадым. Оны да қазір осыны болғаннан кейін тағы да пончик немесе бауырсақ жасауға болады. Енді қызып тұрған майымызда пончиктерімізді пісіреміз. Майымыз біздердің қатты қызып кетпеу керек. Өте қатты қызып жіберсеңіздер, пончиктеріміз тез пісіп кетіп, ортасы піспей қалуы мүмкін.
өте қатты қызартып жібермейміз, керегінше қызартып аласыздар. Қалғанын видеодағыдай жасайсыздар. Пончиктеріміз дайын пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Енді біздерге міндетті түрде шоколад және де осындай көк светінен және де қоңыр светінен дайындадым. Енді осыларды біздер пончиктерімізге жағып бастаймыз. Енді еріген шоколадтарымыздың үстіне пончиктерімізді батырып ала береміз. Осы посыпка сепсеңіздер де болады, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Бірақ маған бұндай посыпка ұнамайды, себебі жеген кезде қатты тісіңізге тиеді, негізі аса қажет емес. Қоңыр шоколадқа батырып алдық, енді көк түсіне де осылай батырып ала береміз. Мен осы шоколадтарымызға аз мөлшерде сұйық май қостым, және де оны қысқа толқында пеште ерітіп алдым. Пончиктеріміз дайын, өте керемет болып шықты. Менің балаларыма өте ұнады. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.